сот шешімінде тараптардың берген уәждері мен дәлелдемелері зерттелмейді. Соттың шешімінде ол зерттелді. Мынау уәж, мына дәлелдеме мынандай жағдайға байланысты есепке алынбайды. Әйтпесе есепке алынған күннің өзінде де бұл заңсыз берілген дәлелдеме, бұл іске қатысы жоқ деп жаңағыдай талдап тарқатып бермейді соттар шешімінде. Кейде мүлде жазылмай қалады. Егер де соттың шешімінде тараптардың жауапкер ма, жоқ талапкер ма, оның берген уәжі, әйтпесе дәлелдемесі, берілген дәлелдемесі мынандай екен, бірақ ол соттың мынандай шешім шығаруына негіз бола алмайды. Өйткені мынандай себептермен заңның мынандай талаптарына қарсы келгендіктен, әйтпесе мынандай заңсыз алынғандықтан, әйтпесе басқа бір себептермен жаңағы уәжге алынбайды деген талдап талқылау соттың шешімінде көрсетілмейді. Сондықтан да соттың шешімдері, азаматтық істер бойынша соттың шешімдері көбінесе халықтың көңілінен шықпай жатады. Бұл бір үлкен мәселе. Ал енді апелляциялық сот пен жоғарғы сотта бұндай әкімшілік құқық бұзу туралы қаулыларды көбінесе мән-жайына бармай жатып, сол бірінші соттың, алғашқы соттың шешімін құптай салу әрекеттері бар. Қылмыстық істер бойынша да адвокаттардың берген жаңағы өтініш хаттары дейді, ходатайстволар дейді. Әйтпесе сотталушының берген өтініш хаттары немесе жәбірленушінің берген өтініш хаттары көбінесе тиісті бағасын алмай жатады. Бұл сотта болсын, тергеу кезінде болсын, берілген дәлелдемеге сол құзырлы орган, тергеу болсын, тергеуші болсын, анықтаушы болсын, әйтпесе сот болсын, өзінің бағасын беру керек. Мынау кодекске сүйеніп отырып, осы кодекстегі заң нормаларына сүйеніп отырып, бағасын беру керек, талдау керек. Өзіміз көріп жүрміз, сот үкімдерінде не жазылады? Дәлелдеменің орнына. Көбінесе кінәлілігі анау тергеушінің толтырған протоколымен, хаттамасымен, сараптаманың берген қорытындысымен, күдіктінің берген, әйтпесе айыпкердің берген жауабымен дәлеліне дейді, болды. Ал мынау қарсы жақтың берген дәлелдемесі, ол туралы бірдеңе сөз айтылмайды үкімдерде. Уәждері есепке алынбайды, талданбайды, талқыланбайды. Ауданның әкімінің шешімін заңсыз деп тауып сотқа арызданатын болса, онда экстерриториальный дейді, территориялық, сол территорияда тұратын сотқа емес, басқа сотқа шағынуға құқылы деген жаңағы заң талабы енгізілді. Ол естуге болады, бірақ көбінесе ол сақталмай жатады. Енді мысалы апелляциялық соттарда да мысалы облыстық әкімнің, облыстық әйтпесе құзырлы органның шешімі заңсыз деп шығару үшін аудандық сот соны заңсыз деп шығаратын өзінде де ол облыстық апелляцияға барады. Апелляцияда бәрі бірге облысқа, ол жерде сондай жаңағы қызметтік жемқорлық орнайды. Бұндай шешімдер өте көп. Армысың қазақ елі? Ар соты мен заң соты үйлесе ме? Екеуінің келісімі бар ма? Неге біздің қазіргі қоғамда сот шешімдеріне деген, сот үкімдеріне деген шағымдар көп? Неге ұзақ уақыт бойы қаралады? Мысалы, бізде сот ісін жүргізу туралы кодекстер бар. Олар былай деп аталады, азаматтық процестік кодекс деп аталады. Сонымен бірге мынау әкімшілік құқық бұзу кодекстері дейді, содан кейін қылмыстық процессуалдық кодекс дейді, сосын қазіргі кезде бір-екі жыл болып пайдаланып жүрген административный процедура дейді. Әкімшілік құқықтық процессуалдық кодекс деген кодекстер бар. Бұлардың бәрі нені білдіреді? Бұлардың бәрі сот ісін жүргізу тәртібін білдіреді. Процесс сот ісін жүргізу тәртібі дейді. Ал сот ісін жүргізу тәртібі осы кодекстермен реттеледі. Енді бұл жерде айтатын бір маңызды мәселе, сот істерін жүргізу кезінде өзінің белгілі мерзімдері болады. Оның жаңағы резина сияқты қай уақытқа дейін соссам өзім білем деген болмайды. Мысалы 183 бап бойынша, азаматтық процессуалдық кодекстің 183 бабы бойынша соттар іске түскен күннен бастап, қабылданған күннен бастап 2 айға дейінгі мерзімде біту керек деген бар. Оның алдында 163 деген бап бар, жаңағы алдында сотты жаңағы алдында іске дайындау деген. Оның бәрі өзінің мерзімдерімен қаралады. Оның ішінде жаңағы азаматтық процессуалдық кодекс бойынша белгілі бір істер бойынша жаңағы мынау алимент өндіру туралы, сонымен бірге еңбек даулары туралы, сайлау туралы заңдар бойынша өзінің бір белгілі мерзімдері бар. Олар сақталу керек. Ал көбінесе 90% істер, ол адамдардың арасындағы даулар, мүмкін шешілмеген мәселелер, сонымен қатар
заңды тұлғалар мен адамдардың арасындағы даулар болып жатады. Бұл даулардың бәрі жай ғана бір шешіммен, әйтпесе жай ғана бір процеспен бітпейді. Ол неше айға созылады, кейде әділетті түрде созылып жатады, кейде әділетсіз түрде созылып жатады. Соның бәрі адамдардың, біздің халықтың жүйкесін жұқартып, адамдардың уақытысын алады. Қазіргі кезде мынау онлайн деген оңай жолы болды соттың шешімдерін шығару туралы. Бұрынғы сот процесіне тараптар өздері келетін еді. Уәж дәріменен өздерінің дәлелдерін ұсынатын еді. Бірін-бірі көретін еді, жаңағы сол жерде танысатын еді іспенен. Сол бойынша сот шешімі шығатын еді. Қазіргі кезде мынау ғылым мен білімнің даму арқасында, ғылыми процестердің даму арқасында осындай онлайн қашықтықтан сот процестері деген басталды. Бұл енді соттарға оңай болғанымен көбінесе азаматтардың құқығының бұзылуына әкеліп жатады. Өйткені неге дейсіз ғой? Өйткені тараптар бірін-бірі көрмей тұрып, тараптар бір-бірінің уәжін естімей тұрып, дәлелдемелерін зерттемей тұрып, біріне-бір деген айтатын жаңағы сұрақтары, дәлелдемелері толық зерттелмейді, соттарда ескерілмейді. Кейде мынау техникалық себептерге байланысты бірінің сөзін бірі естімей жатады. Бірақ соған қарамастан соттарға оңай болғандықтан, соттың ыңғайына оңай болғандықтан, көбінесе осы онлайн қашықтықтан сот арқылы шешімдер шығып жатады. Енді бұл шешімдер дұрыс па? Жоқ, бұрыс па? Бұл шешімдер халық риза ма? Оның бәрі болашақтағы біздің хабарларымызда айтылады. Бұндай істер өте көп. Жоғарғы сотқа дейін жететін істер, аудан арасындағы мынау апелляциялық сотта қаралып сонымен бітетін істер бар. Бірақ соның көбінде халықтың сол соттың шешімдеріне ризалығы, енді мен сізге айтайын, 80-90%-ке риза еместігі жетеді. Өйткені неге дейсіз ғой? Бұл жерде өткен хабарларда айтқандай, екі жақтың бәріне жабу мүмкін емес. Сот бір жақтың дауын, талап арызын заңды деп шығару керек. Сол бойынша шешім шығару керек. Екі жаққа бірдей, сенікі де дұрыс деп шешім шығару мүмкін емес. Әрине, шешім өзінің пайдасына шықпаған жақ риза болмай жатады. Апелляция беріп жатады, ол заңдылық. Оған ешкім қарсы келе алмайды. Бірақ, неге бірақ дейсіз ғой? Бірақ неге соның мысалы көбі сол апелляцияға да бармай-ақ, жоғарғы сотқа да бармай-ақ, аудандық сотпен-ақ бітетін істер, егер де сот шешімдері түсінікті, әділ және халыққа оңыңқы болатын болса, жаңағы шағымдар болмас еді. Сонымен көп жағдайларда жаңағы соттың процесі, іс қарау мерзімі өте көп уақыттарға, ұзақ мерзімдерге созылып кетеді. Ол кезде созылуы кейде заңсыз болады. Адамдардың уақытын алады. Көбінесе жаңағы қарау кезіндегі болымшы нәрсені сылтау етіп, қайта соттың жаңағы процестерін, соттың уақытын соза береді. Бұл біріншіден мен ойлаймын, соттардың іске дұрыс дайындалмауынан, соттардың істі оқымауынан, соттардың жаңағы дәлелдемелерді дұрыстап қарамауынан, ең маңыздысы іс қарау кезінде соттардың жаңағы мынау өндірісіндегі істердің өте көп болуынан, уақытының жоқ болуынан деп ойлаймын. Өйткені бір процестің өзінде, бір күннің өзінде неше процесс өткізіп, неше рет шешім шығарып, оның бәрін заңменен ардың елегінен өткізіп, дұрыс шешім қабылдау өте мүмкін емес. Негізінен жоғарғы соттың белгілеген соттар бір айдың ішінде қанша іс қарау керек, сол туралы белгілеген бір нормативті өзінің бір нормасы бар, бірақ бұл сақталмайды, өйткені істер көп, соттар үлгерілмейді. Оның бәрін оқу керек, оның бәрін жаңағы заңмен қабыстыру керек, заңға үйлестіру керек. Сонымен көп жерлерде осы асығыстықтың арқасында, соттардың уақытының жоқтығының арқасында, соттардың уәждері мен дәлелдерді дұрыс зерттемеуінің арқасында заңсыз шешімдер шығып жатады. Жоғарғы сотқа дейін барып, өкініштісі сондай заңсыз шешімдер жоғарғы сотқа дейін барса да өзінің заңды шешімін таба алмайды. Бұл жөнінде көп айтылып та жазылып та жүр. Бірақ әлі күнге дейін жоғарғы сот жағынан болсын, заң шығару жағынан, заң шығарушы орган депутаттардың жағынан болсын, белгілі бір мәселе көтеріліп, шешімін тауып жатқан жоқ. Бұл азаматтық істер бойынша.
Енді мынау қылмыстық істер бойынша десек, қылмыстық істер бойынша бұл жерде мынау қылмыстық процессуалдық кодекс деген бар, осыны реттеледі. Қылмыстық азаматтық істерге қарағанда қылмыстық процессуалдық кодекс деген, онда мынау мерзімдер, соттың қарау мерзімдері, істі қарау мерзімдері, жаңа сотқа түскен істердің қарау мерзімдері, оның ішінде тергеудің қарау қанша уақытта бітіру керек екендігі, оның ішінде жаңағы сараптамалардың неше уақытта жүру керек екендігі, онымен қоса тағы да басқа процессуалдық іс-қимылдардың қандай уақытта жүру мерзімдері айқын дәл белгіленген. Бірақ ол да сақталмайды бізде. Неге? Өйткені бұл да жаңағы бірінші алған кезде тергеуден бастап, анықтаудан бастап, сотқа жаңағы қылмыстық іс туралы, қылмыстық іс-қимыл туралы, әрекет туралы арыз түскен күннен бастап бұл тексеру, тергеу амалдары дұрыс жүрмейді. Егер де тура осы қылмыстық процессуалдық кодекстің жаңағы талаптарын дәл орындап, содан айнымай іс жүргізілетін болса, барлық істер өзінің шешімін дер кезінде табатын еді. Бірақ ондай болмайды, өкінішке орай. Өйткені тергеуші де, или анықтаушы дейміз ба, жаңағы аудандық полиция бөлімінен басталатын көп жерлерде мысалы. Оның бәрі де кейде сауатсыз болады, кейде уақытсыз болмайды, кейде салғырттықтан қарайды. Сондықтан да бұндай жерде көбінесе осындай халықтың мұқтажына сәйкес емес, халықтың уақытын алатын, нервісін алатын, халықты жүгіртіп қоятын, азаматтардың осындай бір әбігерге салатын іс-әрекеттер көп болады. Оны да айта кетуіміз керек. Онда біз келешекте, болашақта өз хабарымызда дәлелді, конкретный жаңағы істерменен, белгілі бір негізгі істерменен қарап, сол жөнінен көрсетіп, сол жөнінен халыққа жеткізіп, сіздердің жаңағы назарларыңызға ұсынып отырамыз. Енді қазіргі кезде біз айта кететін тағы бір әңгіме, тағы бір мәселе, ол әкімшілік процессуалдық кодекс дейді. Мынандай кодекстер болып шыққан, бұл 2 жылдан артық іске қосылып істеліп жатыр бізде. Бұл енді жаңа өйткені бұрын мұндай болмаған, бұндай кодекс болмаған. Әкімшілік процессуалдық кодекс деген жаңағы кодекс жүріп жатыр, шығып істеп жатыр. Өйткені бұрын мынау әкімдердің болсын, министрліктердің болсын, жаңағы жергілікті басқа өзін-өзі басқару ұйымдарының болсын, тағы басқа ұйымдардың іс-әрекеттерін, сол ұйымдардың шығарған шешімдерін, сол ұйымдардың шығарған жаңағы указ, приказ, тағы басқа подзаконный жаңағы актілерінің бәрін прокуратураға жалоба жасап, прокуратураға арыздан сол арқылы жаңағы сол шешімдердің заңсыздығын дәлелдеуге тырысатын халық, азаматтар. Енді мынау кодекс арқылы, осы кодекс арқылы олардың шешімдерін тура сотқа шағым келтіріп, соттан заңсыз деп табуға мүмкіндік алып отыр. Бұл біздің қазақ елінің, біздің Қазақстандағы сот процестік кодексте, сот процестік қоғамдағы мынау адамдардың, азаматтардың құқығының сақталуына деген үлкен бір жетістік. Егер бұны дұрыс пайдаланса, бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін осы мүмкіндікті, осы кодексті дұрыс пайдалану іске асып жатқан жоқ. Өйткені көбінесе мынау жемқорлық жайлаған осы біздің қоғамда көбінесе бұрынғы телефонный право дейді, құқықпенен жаңағы жоғары жақтан сұрау, жоғары жақтың айтқанын орындау, территориалдық шенеуніктерден айтқаннан шыға алмау, жаңағы егер де ауданның әкімінің шешімі дұрыс емес деп табылатын болса, сол ауданның әкімінің айтқаннан шыға алмау, немесе прокурордың бір шешімін айтпаса, тергеушінің шешімі дұрыс емес деп сотқа беретін болса, солардың жаңағы айтқаннан шыға алмау, солардың жағына шығып кету, солар туралы шешім шығару, ол көбінесе сондай орын алып жатыр. Ол да қазіргі мына біздің заңнаманың дұрыс қолданбауынан, біздің заңнаманың жемқорлыққа ережесіне батқандығынан деп ойлаймын. Өйткені осы кодекс арқылы жаңа қаншама ведомстволардың, басқа да әкімдердің шешімдерін заңсыз деп табу жөнінде шағым түсіргенімен, мынау жеңушінің жалғасы. Оның ішінде сыбайластықтың ішінде мынау қызметтік сыбайластық деген орын алып отыр. Өздеріңіз білесіздер, сыбайластық дегенде бірінің жаңағы интересін біреуі қорғап, әйтпесе бір ақша беріп, пара беріп, таныстығын қолданып шешім шығару, сол туралы сондай бір өзіне пайдалы шешімдер шығарып алу фактілері бар. Бірақ мынау қызметтік сыбайластық дегенде әлі күнге дейін ешкім біздің Қазақстанда мойындамай отыр. Қызметтік сыбайластық бізде кең орын алған. 90% қазір бізде қызметтік сыбайластық бар.
Мен бұны бұрын Facebook парақшасына жазғанмын талай рет. Бірақ оны елеп ескеріп жатқан ешкім жоқ. Қызметтік сыбайластық деген мәселен бір аудандағы полиция бастығының, әйтпесе бір аудандағы полицияның бөлімшесінің жаңағы тергеушінің іс-әрекетін, әйтпесе қимылын, әрекетсіздігін, немесе соның бір шығарған документін, құжатын заңсыз деп табу үшін сотқа арыз берді дейік. Әйтпесе болмаса, көбінесе мынандай жағдай болады. Ол біздің тәжірибеде көп кездеседі, практикада көп кездеседі. Оқиға орнына барды дейік, бір жаңағы ұрлық болған жерге. Анау оперативный группа дейді, солар барады, барған кезде камерадан қарама, жоқ біреудің көрсетуімен ба, көшеде кетіп бара жатқан біреуді, сол маңда жүрген біреуді, ұқсас біреуді ұстап алады. Ұстағаннан кейін ол қылмысты ма, қылмыссыз ба, оны әкеліп жаңағы тергеу орындарына әкеліп сұрайды. Енді ол егер де жаңағы шын қылмыскер ол жерден кетіп қалған болса, жаңағы заңды білмейтін, ауылдан келген, әйтпесе бір заңды білмейтін, бұрын ондайға қолға түсіп көрмеген азамат қолға түсетін болса, сол жерде оны мойындатады. Ол жаңағы бір жағынан алдайды, бір жағынан қорқытады. Ол жаңағы практикада, тәжірибеде бар дүние, оны көріп жүрміз ғой. Жаңағы ұрып соғу деген, пытка дегендер бар, жаңағы оның бәрі болып жатыр. Соны адвокатсыз, ешқандай қорғаушысыз, ешкімге жаңағы жақындарына хабар берместен, соның жаңағы признательный показания дейді ғой, мойындаған протоколын жасап алады, арызын бәрін түсінігін алып алады. Сол бойынша ол кетті енді. Прокурорға барып сондай жаңағындай доклад түседі. Осындай ұстадық, қылмыс болған жерден мойындады, мойындаған қағазы мынау. Оның кейін ар жағында оған санкция берді. Сот арқылы сотқа барған кезде мынау мойындады дейді да, жаңағы сол санкция береді. Тергеу жүреді, тергеуден сотқа кетеді. Енді сотқа келген кезде жаңағы ол кезде басталған кезде, қылмыстық басталған кезде ар жағынан адвокат келеді, қорғаушы келіп. Енді сотқа келген кезде қорғаушы арқылы жаңағы іске мүлде қатысы жоқ екені белгілі болады. Мүлде қатысы жоқ екен. Бірақ ол 2 айдан ба, 3 айдан барып түрмеде отыр. Сотқа келді, іс түсті. Сот енді не істейді? Келген іс бойынша не шешім шығару керек, үкім шығару керек, не ақтау керек, не жаңағы соттау керек. Ал енді соттайын десе, оның ақтығы, оның кінәсіздігі адвокат дәлелдеп отыр. Өз дәлелдеп отыр. Алиби бар шығар, кінәсіз. Ал енді істеу керек, ақтау үкімі шыға ма? Жоқ, бізде ақтау үкімі шықпайды. Өйткені осы жерде жаңағы қызметтік жемқорлық деген іске кіріседі. Егер де сот бұл жерде ақтау үкімі шығарып, ақтап жіберетін болса, ең бірінші соны тергеген тергеуші басымен жауап беру керек. Ол заң алдында жауапқа тартылу керек. Екінші, сол тергеудің бастығы жауап беру керек. Үшінші, сол тергеудің жаңағы сол жерде отырған полиция бөлімшесінің тергеуді басқаратын зам орынбасары жауап беру керек. Төртінші, жаңағы тергеудің полиция бөлімінің бастығы жауап беру керек. Бесінші, сол жердің прокуроры жауап беру керек. Сонда 5-6 адам жазықсыз қамалған адамның ақталғаны үшін жауап беру керек. Ал оның бәрі жауап беруге дайын ба? Жоқ. Енді қалай болады? Енді бұл жерде жаңағы жеңгетайлық басталады. Алдымен судьяға кім келеді? Тергеуші келеді. Тергеушіге бөлінбеген судьяға жаңағы полицияның бастығы келеді. Онан кейін келіп прокурор келеді. Күнде бірге жұмыс істеп отырған судья, күнде жаңағы сол ауданның бірін-бірі танитын судья, сол соттың председателіне, соттың жаңағы бастығына әңгіме кетеді. Сол жерде жаңағы қызметтік жемқорлық пайда бола бастайды. Қой құрсын, бұны кез келген бір статьямен, әйтпесе ұрлықпен соның өзімен-ақ әйтеуір бір жаза беріп, бас бостандығынан айырмайтын айыппұл салып па, жоқ жаңағы жұмысқа общественная работа дейді, қоғамдық жұмысқа тартып па, әйтпесе условно дейді, сондай жаза беріп па, әйтеуір соттың айыптау үкімі шығару керек. Ол жерде 2 ай жаңағы түрмеде отырған адам өзі заң білмейтін болатын болса, түрмеден шығасың дегенге қуанады, сонымен келіседі, сонымен жаңағы осындай үкімдер шығып жатады. Бұл мына Уголовно-процессуальный кодекс бойынша айтылатын әңгімелер. Бұндай үкімдер бар, бүкіл республика бойынша қазір көтерілетін болатын болса, ол үлкен статистикаға кетеді. Бұндай үкімдерді енді сол жаңағы қызметтік жемқорлық өршіп тұрған кезде оны жоя алмаймыз.
оны жоя алмаймыз. Сол үшін бұл сот заңын, сот саласын, соттардың тәуелсіздігін өзгертіп, соттардың шын тәуелсіздігін келтіріп, қалпына келтіріп, шын демократиялық сот құрамын құрмайынша біз бұл қызметтік жемқорлықты, басқа жемқорлықты тыя алмаймыз Қазақстанда. Ал енді оны тыю үшін не істеу керек? Оны алдағы хабарларда тағы да айтамыз. Бұл енді қылмыстық процессуалдық кодекс бойынша. Ал енді мынау административтік процессуалдық кодекс бойынша айтты. Енді мынау көбінесе біздің қазіргі қоғамда күнделікті болатын дүние ғой. Енді кез келген жүргізуші, водитель құқық бұзады, жол ережесін бұзады. Біреу жаңағы біреудің терезесін сындырып қояды. Әйтпесе дауласып қалған біреу жыраумен бір ұрып, біреуге жеңіл жарақат салады. Әйтпесе бірін-бірі балағаттап алады. Жаңағы қоғамдық тәртіпті бұзады. Сондай әкімшілік құқық бұзушылар көп. Оны мынау әкімшілік құқық бұзу кодексі деген кодекспен реттеледі. Бұл кодекс бойынша соттарда қаралады. Негізінен ол әкімшілік құқық соттар бар. Сол бойынша сол жерде қаралады. Енді бұл жерде де айта кетелік, көбінесе құрметті қазақ елі, бұл жерде көптеген заң бұзушылық орын алып жатады. Бұл жерде тағы айта кетейін, соттардың қарап жатқан істерінің өте көптігі. Ол әрбір іс бойынша, мынау әкімшілік құқық бұзу бойынша әрбір іс бойынша соны тағы да танысып, дәлелдемелерді қарап, оларға баға беріп отыратын уақыты да жоқ. Конвейер сияқты қазір жаңағы не сияқты, әкімшілік құқық бұзу туралы бір сағаттың ішінде мысалы 5-10 істі қарап тастауы мүмкін. Ал оның ішінде мысалы көбінесе процессуалдық нарушение дейді. Мынау әкімшілік құқық бұзушылықты жүргізу іс тәртібі бұзылып жатады. Өйткені осы мынау әкімшілік құқық бұзушылықты азаматтардың бұзуына протоколдарды, сол жаңағы құжаттарды дайындайтын, сол құжаттарды толтыратын көбінесе полиция қызметкерлері, олар көбінесе заңды білмейді. Неге біздің мысалы көп мынау ютубта болсын, телеграм болсын, сосын тағы тикток болсын, тағы нелерде мысалы дауласып жатады, полиция қызметкерлерімен дауласып жатады. Олардың іс-әрекетінің заңсыз екенін көрсетіп жатады. Бірақ содан бір әкім не шығып жатқан жоқ, нәтиже шығып жатқан жоқ. Неге? Өйткені мына процестің, мына процессуалдық осы әкімшілік құқық бұзушылық процесінің талаптары сақталмайды. Бұл кодексте, мына алдында айтып кеткен кодекстер сияқты, бұның да жаңағы өзінің негізгі талаптары бар, мерзімдері бар, бұлжымайтын, сақталатын талаптары бар. Оның бәрі бұзылып жатады. Көбінесе осы азаматтардың заңсыз әкімшілік құқық бұзушылыққа тартылып жатқандары, заңсыз айыппұлдар салынып жатқандары, заңсыз жаңағы правосынан айырылып жатқандары, жаңағы машина жүргізу құқықтарынан айырылып жатқандары, техника жүргізу құқықтарынан айырылып жатқандары, заңсыз лицензиядан айырылып жатқандары, тағы басқа заңсыз шешімдер қабылданып жатады. Ол өйткені мынау осы кодекстің несінің заң талаптарының сақталмауы, осы кодексті басшылыққа ала отырып, сапалы құжаттар толтырып, осы кодекстің заңдылықтарын сақтайтын мамандардың, әйтпесе құзырлы органдардың жоқтығы бар болса да, солардың сауатсыздығы болып жатады. Оның шынын айту керек, шынымен сауатсыздығы болып жатады. Екінің бірін айтсаңыз, қазіргі штраф салынған, әйтпесе айыппұл салынған жүргізуші болсын, әйтпесе лицензиясынан алынған басқа бір азаматтар болсын, бәрінің айтатыны: менің құқығым бұзылды. Менің дәлелім сотта уәжін таппады. Менің дәлелім сот қаперіне алмады. Менің дәлелімді қарамады деп жатады. Ол енді күнделікті көріп жүрген ісіміз. Бұл туралы да конкретный жаңағы тиісті нақты материалдармен болашақта сіздерге айтып, қандай заңның қандай талаптары жаңағы неғып жатыр, бұзылып жатыр, қандай заң талаптары жиі бұзылады, неге көңіл аудару керек азаматтарға, осы жөнінде сіздерге болашақта айтатын боламыз.